4 қола, 3 күміс, 2 алтыны бар. Идеально аяқтады. Паралимпиада жайлы сөйлесеміз, ардақты ағайын деген. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз бүгін сіздермен Паралимпиада ойындарының аяқталғаны үшін Паралимпиада жайлы сөйлесеміз. Жалпы 28 тамыз күні басталып, 8 қыркүйек күні аяқталған бұл Паралимпиада ойындарының нәтижесі бізді таңғалдыратыны сөзсіз. Не үшін? Себебі бұл ойындар өте ерекше өтті. Енді бақылаған жандар үшін бұл жерде міне бірінші ескеретін дүние 200-ден астам ел қатысты және 90 түрлі спорт түрінен болды. Сол 90 түрлі спорттың ішінен 85 мемлекет медаль аймағына ілікті, яғни кем дегенде қола медаль алды. Енді оның ішінен біз 39 орынға жайғастық. 2 алтын, 3 күміс, 4 қола медальмен. Және бұл жетістік өте әдемі, өте керемет. Не үшін? Себебі Қазақстан тарихында, Қазақстан Республикасы тарихында Паралимпиада ойындарында біз ең көбі бір ғана алтын алған болатынбыз. Ал бұл жолы міне 2 алтын медальды иеленіп отырмыз. Енді осындай үлкен жетістік біз үшін, өзіміздің тарихымызбен салыстырған кезде үлкен жетістік болғанмен, әлеммен салыстырған кезде ондай бір жақсы жетістік емес. Не үшін? Себебі 39 орын деген ортасы. Қазақта ана бір сөзді тікелей түсініп қалған сияқтымыз. Алды болма көз тиеді, арты болма сөз тиеді дегенше. Сонымен ортасы болып жүре берейік деп. Топ 30-ға, топ 20-ға кіруге бізде вообще желание жоқ сияқты деп айтайын десең де қиналады екенсің. Себебі спортшылар барын салды, спортшыларды кінәлай алмаймыз. Бұл жерде кінәлі адамды іздейтін болсақ, енді оны білмеймін мен. Кімді кінәлауға болатындығын. Енді сіз біреуді кінәлап тұрған болсаңыз, онда комментарий қалдырыңыз. Енді осындай бір керемет спорт түрі өтті. Бұл жалпы 4 жылда бір рет болатын болғаннан кейін, және бұл жерде көптеген елдер қатысатын болғаннан кейін, барлық елде бұндай мүмкіндігі шектеулі жандарға мүмкіндік берілетін болғаннан кейін, бұл жерде әрине медаль саны кәдімгі Олимпиада ойындарына қарағанда 2,5 есе көп болды. Оның бір дәлелі, кеше Олимпиада ойындарын Америка бастап тұрған болса 46 медальмен. Бұл жолы міне 94 алтынмен Қытай бастап тұр. Қытайда енді адам деген көптігін осы жерден ақ түсінуге болады. Олар бас аяғы 220 медаль алды ғой. Соның 94 алтын медаль. Одан кейін 49 медальмен Ұлыбритания тұр. Оның өзі үлкен енді медальдің көптігін білдіреді. Енді бұл жерде бізді таңғалдыратын, енді әрине біз Өзбекстанмен салыстырамыз ғой, салыстырмасақ болмайды, дұрыс па? Өзбекстан бұл жерде де бір үлкен жетістікке қол жеткізді. Енді өзбектерді шын жүректен құттықтаймыз. Бұл жыл олар үшін Олимпиада жылы болып есептеледі деп есептесек те болады. Және олардың ары қарайғы келесі қадамдары да өте мықты. Президенттің өзі келесі жолы біз топ 10-ға кіруіміз керек деп жатыр. Қазір олар 13-ші орында. Олимпиада ойындарында да 13-ші орында, Паралимпиадада да 13-ші орында, ойлап қараңыздаршы. Бұл жерде олар 8 алтын емес, 10 алтын медаль алды. Және 9 күміс, одан кейін 4 қола медаль алды. Осындай үлкен жетістіктермен ол жігіттерді, қыздарды, барлығын, спортшыларды, жалпы елді, өзбек халқын шын жүректен құттықтаймыз. Енді бұл жерде біз кішігірім саясатқа тоқталып өттік. Жалпы бұл Паралимпиада ойындары спортшылардың бәсекесі болғанымен, бұл жерде бәрбір мемлекеттің саясаты өте маңызды. Адамдарды спортқа баулу, сол мүмкіндігі шектеулі жандарды спортқа баулу және олардың жеңіске жететіндігіне күш салу, оның барлығы үлкен күш негізі. Біз байқасаңыздар, кішкене қателік жібердік. Ол қалай 180 спорт түріне ақша бөліп, оның ешбірінен көбісінен нәтиже ала алған жоқпыз, жақсы нәтиже. Ал енді бұл жерде байқасаңыздар, өзбек халқы көп спорт емес, өзі нәтиже көрсете аламыз ау деген спорт түрлерінен ғана жақсы қолға алып, соларды қаржыландырып, соларға жақсы мотивациясын беріп, дисциплинаға қойып, тәртіпке қойып, психологияларын реттеп, оларды жарысқа жіберіп, мінекей жақсы нәтижелер алып отыр. Негізі бұл Олимпиада ойындары саяси тұрғыдан алып қараған кезде де мемлекеттің қаншалықты деңгейде дамып келе жатқандығын да көрсетеді негізі. Кезінде әрине бізде 7 алтын медаль алып, жалпы командалық есепте 12-ші орында тұрған кезіміз бар 2012 жылы. Бірақ ол кезде легионерлер, ол Олимпиададағы алтындардың бәрі допингпен ұсталды көбісі. Сондықтан ол Олимпиадада да біз үшін өте сәтті аяқталды деп айта алмаймыз. Ал қасымызда тұрған көршілер әдемі система қою арқылы қалай жақсы жұмыс жасап жатыр. Әрине қызғанасың. Ал енді өзіміздің спортшыларға тоқталайық. Өзіміздің спортшылар жалпы бізде жаңа айтқанымызда 2 алтын болды. Ол 2 алтынды бізге сыйлаған әрине Давид Дегтярятов деген жігітіміз 2-ші рет Олимпиада чемпионы атанды. Бізде қуанышы жаңалық 2 дүркін Олимпиада чемпионы бар. Ол жігіт парапауэрлифтинг деген спорт түрінен, яғни штанга көтеру, зілтемір көтеру спорт түрінен жеңіске жетіп отыр. Және бұл осы сәтте бір қызық жайт, осы видеоға бір сәт назар аударыңыздаршы.
I guess we'll never know. Өте сәтті кадр, байқасаңыздар. Не үшін? Себебі бұл кадрда сіздер байқап отырғандарыңыздай, ол жігіттің өзіне деген сенімділігін байқауға болады. Осы жерде өзінің жеңіске деген құштарлығын, өмірге деген құштарлығын осыдан байқауға болады. Одан кейін әрине Ақмарал Наотбек пара дзюдо ойындары арқылы бізге алтын медаль сыйлаған болатын. Бұл қызымызда негізі кезінде барлығы өте жақсы кезде біздің бірінші нөмірлегі қыздарымызды да, біздің Абибаны да ұтып жүрген өте мықты қыз ғой негізі. Енді тағдырдың тауқыметімен осылай Олимпиада ойындарына, негізгі Олимпиада ойындарына бара алмаса да, Паралимпиада ойындарында осылай жүлде салып, жай ғана жүлде емес, алтын жүлде салып отыр бізге. Сондықтан да осындай қыздарымыз, осындай спортшыларымыз көбейе берсін. Келесі кезекте бізде күміс жүлдегерлеріміз садақ атудан Еркін Ғаббасов және дзюдоист Ерғали Шамеев және жүзуші Нұрдәулет Жұмағали. Және Дастан Мұқашбеков жеңіл атлетика ойындарынан, Даяна Федосова және Зарина Райпова парадзюдо ойындарынан қола медаль алған болатын. Енді жалпы есептеп Олимпиада ойындарында біз 43-ші, Паралимпиада ойындарында 39-ші орын алдық. Құдай қаласа келесі 2028 жылы Лос-Анджелесте біз құдай қаласа 2 Олимпиада ойындарында да топ 20-ға кірейікші. Көбірек алтын медаль алайықшы құдай қаласа. Осыған сіздер де жанкүйер болыңыздар. Өздеріңіздің жасөспірім спортшы балдарыңыз болатын болса, барлығын спортқа баулыңыздар. Спорт ол денсаулық кепілі, спорт ол халықтың менталитетін көтеретін ұлы, ең керемет құрал. Осындай бір құралымыздың барына, осындай бір құралдың бар екендігіне біз шүкір ете отырып, комментарий жазыңыздар, біздің спортшыларға сәттілік тілеңіздер.